Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді шашлык самсан әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Енді бұл самса өте дәмді болып шығады. Сол себепті достар жасап көруге кеңес беремін. Алдымен тауық етін қатты ірі емес, орташа көлемде кесіп шығамыз. Одан кейін дәміне қарай қара бұрыш, тұзын қосамыз, паприка, майонезді салып, барлығын жақсылатып араластырып, 1 сағатқа, жарты сағатқа маринадталуға алып қоямыз. Кем дегенде достар 30 минуттай тұру керек. Сол кезде сіздің шашлык самсаңыз өте дәмді болады. Тауық еті менде жарты сағаттай маринадталып тұрды. Енді келесі кезекте шпажканы аламыз. Шпажканы суға салудың, еш нәрсені жасаудың қажеті жоқ. Бірден шпажканы алып, осылай тауық етін әдемілетіп, 3-3-тен осылай түйреп шығатын боламыз. Дайын қамырды пайдалансаңыздар болады. Өзіңізге ұнайтын самсаға арналған қамырды қатты қалыңда емес, орташа қалыңдықта барлығын осылай жаямыз. Одан кейін шашлығымыз дәмді болу үшін бірінші қызанақты саламыз. Тауық етін және де үстіне пиязды салып, енді шашлығымыздың астын осылай жақсылатып түйреп шығатын боламыз. Егер де артық қамыр қалып жататын болса, қыздар, онда артық қамырды алып тастасаңыздар болады. Мінекей тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Дәл видеодағыдай осылай барлығын әдемілетіп түйіп шығамыз. 200 градуста пешімізді жаймедеп қыздырып бастаймыз. Егер де үйіңізде пеште конвекция режимі болса, конвекция режимін қосып қоюға ұмытпаймыз. Шашлык самсамыздың беті жып-жылтыр болу үшін бетіне жұмыртқаның сарысына сәл ғана сүтті қосып, барлығын осылай шашлык самсамыздың бетіне жағамыз. Және де әдемі болу үшін мак немесе күнжіт дәнін сепсеңіздер де болады. 200 градуста 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей достар, самсамыз дайын болды. Рецепт ұнап жатса лайк басып сақтап алуды ұмытпаймыз. Сонымен қатар менің парақшама да тіркелсеңіздер болады. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да бір жаңа рецепт шығып жатса, сізге бірден хабарлама келетін болады. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.